Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қасиетті өнерді қадір тұтқан, дәстүрлі ән десе, термен десе, ішкен асын жерге қойған өнер сүйер ағайын. Ассалаумағалейкум. Бүгін өнер сүйер, ән сүйер қауым үшін жалпы ұлттық өнерді қадірлейтін ағайын үшін ерекше күн. Себебі қасиетті Мырзашөл топырағында дүниеге келіп, бабадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық өнерімізді бойына сіңіріп, оны халқына ән дәрмені жеткенше насихаттаған, артына өшпестей мұра қалдырып, өскелең ұрпаққа үлгі бола білген дәстүрлі өнердің дана тұлғасы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, әнші, термеші Мірәлиев Сүндет Нұршапбайұлын еске алуға арналған дәстүр саңлақ атты концертімізге қош келдіңіздер. Ағай атамыз өлді деуге бола ма ойланғанша, өлмей тұғын артына сөз қалдырған депті. Ақын бабамыз жырлағандай бұл өлең жолдары игі істері мен елдің құрметіне, ілтипатына бөленген абзал жандарға айтылатыны белгілі. Жүрегі Мырзашөлдің аптабындай ыстық, көңілі бұлақ суындай таза. Ардақты Сүндет ағамыздың арамыздан кеткеніне жылдың 100 болыпты. Расында өмірден жақсы өнерпаз ғана емес, жақсы адам өтті. Дұрыс айтасың, Бекзат. Бүгін кеште Ақбуға аспандағы үнін қосқан демекші, Сүндет ағамызбен қатар талай сахналарда өнер көрсеткен үзеңгілес қатарластары мен қыран құстай өнерге баулыған шәкірттері өнер көрсетеді. Ендеше ұлттық өнерімізді ұлықтап, рухани кештің куәсі болыңыздар ағайын. Алғашқы әннің ақиқасы, тарихы терең, табиғаты тамаша, қасиетті Түлкібас өңірінен келген Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздіктері Арша тобын Лесбек Амановтың барында оралыңның ойнана күл әнімен қарсы алыңыздар ағайын.
Ассалаумағалейкум, армысыздар өтсіздер халқым. Мінекей, өмірден өз өтсе де азаматтың артында ізі бар. Мен сүндетті біз сонау Түлкібастан 130 мың халықтың сәлемін алып, осы іс-шарада атсалысайық деп арнайы келіп тұрмыз. Сондықтан бүгінгі мереке деп айтайық. Мінекей Сәкендей азамат өмірден өтсе де өзінің өмір жолы, өнері, елге атқарған қызметі мәңгілік жадымызда. Мен үшінші Нышанбай атам өмірден өтсе де, сол адамның шаңырағын тұтып отқан Зилафир апа алдымызда төрт қолаңыз тең болсын деп, төрт азаматтың басын сәлемін алып келіп басымызды иіп тұрмыз. Сүндетті ер десем де жарасады, өр десем де жарасады, төр десем де жарасады, зор десем де жарасады. Сондықтан Алланың сүйген пендесі міне осындай болады. Апа, ұрпақтың ізгіні көріп, елдің абыройында осындай дәстүрін, салтын, ділі мен дінін сақтаған қазағымыз молдары, сіздер сияқты алтын бұлақты аналарымыз, абзал ағаларымыз қазақтың тектілігін, үрдісін келесі ұрпаққа жалғай берсін. Мереке тағы да құтты болсын. Сүндет ағамыз оңтүстік өңірінде ән терме сыныптарының ашылуына тікелей мұрындық болып,
осы өңірдегі мектептің қалыптасуына зор үлес қосқан азаматтардың бірі. Бүгінгі таңда Шымкент саз колледжіндегі дәстүрлі ән бөлімі осы өңірдің мектеп болып қалыптасуына зор еңбек атқарып келеді. Алдарыңызда осы бөлімде Жақып Сыпатаевтай азаматтар тәлім алған, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясында үлкен ұстаздардың алдынан білімін шыңдап, осы колледжімізге жас маман болып қызметке келген республикалық байқаулардың лауреаты Сүндет ағамыздың жалпы шәкірті деп айтсақ та жарасады. Өсербаев Ақжолда Кенет Әзірбаевтың Бұлбұлға әнменен сахнаның төріне шақырамыз. Қадірлі ағайын, Сүндет ағамыз әрине өздеріңіз жақсы білесіздер, осы қара сырнайын арқалап, талай елді аралап, елден бата алып өскен жан болатын. Қадыр Ақын Мырзалиевтің бір сөзінде келеді: адам жылап туады, жатады жұрт жұбатып, адам жылап өледі, өзгені жылатып, жылайтыны туғанда жамандар бар қинайтын, жылайтыны өлгенде жақсылар бар қимайтын дегені тура Сүндет ағамыздың айтылғандай. Әрине Зибагүл анамызға, отбасына, жеңге Алла сабыр берсін дегіміз келеді. Ал енді Сүндет ағамыз жалпы әнменен қатар терменнен нақышына келтіріп орындайтын өнердің иесі. Терме өсиет өнегөге насихат, тәрбиелік құнды сөзден құралған текті өнер болса, Сүндет ағамыздың стилі ерекше болады. Терме орындағанда алдыменен өз бойына сіңіріп алған дүниесін өз бойынан шығарғандай қылып, нық басып, тыңдарманын еріксіз бойға батыратын.
Қайназар Айтбектің сөйлетіл, денеде жан бар, демің барда деген термесін көп насихаттап орындайтын еді. Бір жұмағында ажалға айла барма, келсе тіктей деген тіркестерді өзінде жанұясын айласын таппады. Айдың 15-і қараңғы болса, 15-і жат деген әрине өмірі болғаннан кейін қайғысымен қуанышы қатар жүретін белгілі, сол сияқты жақсы мен жаман да бірге қатар жүретін белгілі. Ал енді кешегі Нартай Бекежановтың жақсы менен жаман деген термесін орындауға мен ортаға осы Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармониямыздың әншісі Бекзат Сәкенұлы құрметпен шақырайын. Жақсыға сәлем беру мәртебе екен, жаманның сөзі құрсын келді екен. Жаманмен әжіресің жараспайдау, жақсымен өткізген күн бір төбеген. Жақсымен өткізген күн шуақ нұрдай, ғасырдан ғасыр асып кетпек екен. Қызыл тіл амандықтау, шарықтап дүниеге айқын. Ай жақсының шарапаты жетер деген ай жаманға сөзің қорғы бол кете деген. Есекпен арғымақты қосақтасаң арғымақ кейдесек боп кетеді екен. Көк құтан ұзын мойын қас болмайды ау, қас бола кейдегенмен саз болмайды. Жаманға күнде түнде қараңғылық олардың зердесінде көз болмайды. Сөзімді мен айтамын мысал менен, болмайды мысық жолдас тышқан менен. Қарқылдап қара қарға киік алмас аспан ашыр айналып ұшқан менен. Қашаннан ақын деушен бізді халық, келген соң сырдай алды құр тұрмады. Сөзім бар түзімгенге мың ділдалық деп айдар түсінбеген жыр тыңдадық. Сөздерге өлең теңіз шалықтадым, ән салып алдарыңда шарықтадым. Саламат сіздерменен бас қосқан соң сіздерге айту өлең шалықпадым. Ақынға шіркінде болады, сен бар жан сөз көмекейден шығарды. Сөздері өнегел ау есте қалсай, жүріңдер айқын. Нартай айтқан сөз еділер, игигигай, игигигай, игигигигигигигай. Қадірлі ағайын, бүгінгі
кеште Сүндет ағамыздың орындаған репертуарынан бірнеше әндер орындалады. Солардың бірі Мүзарап Жүсіповтың Балым шәрі орындайтын республикалық байқаулардың лауреаты Мағжан Әлдебаевты қарсы алыңыздар. Мағжан Әлдебаев тыңдарымыз. Қадірлі ағайын, тура осы қасиетті сахнада өмірінің соңына шейін қызмет атқарып Сүндет ағамызда әрине ойламаған сәтте өмірден озды. Бірақ десек те, бүгінгі кеште сол жаңа өзіміз қабатлағандай өнерде бірге келе жатқан үзеңгілес үлкен азаматтары да осы кештің төріне табылып отыр. Сахнаның төріне ұлағатты ұстаз Әмір Машаубаев атындағы байқаулардың лауреаты, елімізге белгілі дәстүрлі әнші, кешегі санау Жәнібек Кәрменовтің алдынан үлкен шәкірт болып, өзі де ұлағатты ұстазға айналған, санау киелі созақтан келіп отырған Кенжебай Шал ағамызды құрметпен шақырамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым, кеш жарық. Қар Қаратаудың етегінен аттың тұяғын шалдырып, белін қалдырып,
Сүндет бауырымның бүгінгі еске алу кешіне келіп тұрған жайым бар. Бұл жерге бөтен адам келмейді, өмір ғой. Біз бүгін Сүндетті арманға ақырып жоқтамаймыз. Сүндет бауырымды сағынышпен еске аламыз. Анашым, Алла күш қуат берсін. Өмір ғой. Бабадан қалған тәмсіл бар. Көктегі ұшқан көктегін қонарын қайда кім білсін? Жердегі жоққан көкбөрі түнерін қайда кім білсін? Жатты ұскының иманның келерін қайдан кім білсін? Қас қаққанша ажалдың аларын қайдан кім білсін? Солай оя, туам деп тумайсың, өлеңде өлмейсің, үкімне Алланың ікіне қайсын көнбейсің. Өмір ғой. Бұлай болатын кім ойлаған? Бірақ пендеміз. Амал жоқ, көнеміз. Көнбеске шара жоқ. Бүгін мінекей Құдайға шүкір, сағынсыз шүкір. Артында ұрпақ қалды, артында із қалды, соңынан ерген қара бет. Сапарлас. Қалай деп айтсам болады? Туған ініндей артын ерген қара бет, амал жоқ. Бірақ бабадан қалған тәмсіл бар. Демеу кемшіл туыстан елеуі күшті ел артық дейді. Әр күнгі сәтті сапардан адымдап басқан жол артық дейді. Міне артында іздеуші елі бар. Артында осындай ұрпақ бар. Сүндет бауырым біздің жүрегімізден мәңгі өшпейді деп ойлаймын. Солай ғой, иә? Солай екен. Сондықтан сіздердің тамаша бірінші орындайын деп тұр. Қаратаудың қалғаны алтын кесе деген. Қабылдап көріңіздер, иә? Енді ал енді
біз Сүндет ағамызбенен жалғыз жерлес қана емес, осы қасиетті сахнаның төрінде бірге ағалы інілі болып, бірге қызметті елге атқарып келдік. Бірде есімізде мен санау арғаның әндеріменен Жетісудың қанаты біткен әндерін орындап елге келем. Сонда Сүндет ағам осы шаңыраққа бірге қызметтес болып келген кезімізде Әлімжан арғаның әнін айтады екенсің, Жетісудың әнін ақшына келтіріп салады екенсің, бірақ мына оңтүстігіміздің әнінен де термесінен де біршама репертуарға қосып алдық. Сонда бір ақыл кеңесін айтып жүретін Асыл ағамен. Мен Жетісудан шыққан Сәдіқожа ақынның Сар бидайын сол мектептің негізгі қағысымен орындап жүрдім. Сонда ай Әлімжан, әр елдің өзінің сар бидайы бар, біздің ауылда да бидай піседі ғой, біз өзімізше орындайық сол әнді деп, екеуміз баянмен өзінің сырнайымен домбырасын бірге үндестіріп, талай елдің азаматтарының алдында сол әнді шырқаған болатынбыз ағайын. Ендеше мен қасыма Нұрғожа Айтқожаев деген азамат шақырайын. Сүндет ағамыздың інісі, бауыры біргелесіп сар бидайды орындап берейік. Осы оңтүстіктің махамбет деп айтсақ жарасады. Қошемет еліміз.
Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, білім беру саласының үздігі, әнші термеші Әлімжан Серікбаев. Бәрекелді, ыстық ықыластарыңызға, қошеметтеріңізге рахмет. Жыр алыбы жамбыл атамыз кенен дейді ғой елдің бәрі, жақсы көріп кетіпті жаспен бәрі. Төрт аяғы тең түсіп өлеңінің құлағынан кетпейді салған әні депті. Сол айтылғандай, Сүндет ағамыздың саңқылдаған үні, салған әні, көргенде көрікті бейнесі көз алдымызда, құлағымызда. Бізбен бірге мәңгі жасай береді дегіміз келеді. Енді ардақты ағайын, келесі кезекте елдің ерке қызы, өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз, ерен еңбегі үшін медалінің иегері Наркенже Серікбаева қыздарыңызды қарсы алыңыздар.
Серікбаева қыздарымыз. Қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, сахнаға біз мына осы кешімізге арнайы ұйымдастырылған дүниелерді табыс етпекпіз. Қадірменді көпшілік, осы орайда Сүндет ағамыз жайында ағамыздың өнер саласына қосқан үлесі мен еселі еңбегін зерделеп, елімізге белгілі тұлғалар менен ет жақын бауырларынан естеліктер жинақтап, Дана тұлға атты кітап шығарылды. Осы киелі сахнада осы кітаптың тұсауын кескенді жөн көріп отырмыз. Сахнаға зейнеткер ұстаз, Қазақстанның 600 съездің делегаты, ағартушысының үздігі Сүндет ағамыздың аяулы анасы Отарбаева Сибагүл Нұрланқызын отыра шақырып. Сонымен қатар философия ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Сүндет ағамыздың үзеңгілес үлкен асқатау ағасы Әбіреқұл Ергешұлын құрметпенен отыра шақырмақпыз. Түркістан облысы Шәмші Матаев атындағы облыстық филармониясының директоры Бейсеқожаев Нұрсат Саттарұлын ортаға шақырамыз. Өнерсүйер қауым, филармонияның ұжымы, менің жақын туыстарым, таныстарым, ұл-қыздарым, немерелерім бәрі осы аншлаг болып мына залда толып отырғаны мен барқайып отырмын. Осы бір жылдан бері жылап жүргенім, бірақ қанша жыласам да Сүндетім қайтып келмеді. Бұған да Құдайға шүкір, мен жақсы бала тәрбиелеп, жақсы бала өсіріппін. Оның қадір қасиеті кешегі жазылған кітапты достардың жазғаны, құрбы-құрдастардың жазған, ағалардың жазған оқып отырып, мен жылауымды сәл бәсеңдетті. Жылап жүрген кезінде осы әрі көршім, әрі Ағамешіт мешітінің имамы Мұхамеджан балам, апа жыламаңыз деп дем салып кетіп жүрді. Бір күні Қасым деген інім келді. Апа, жылай бермеңіз. Сізге көңіліңізге демеу болады. Сіз кішкене ойыңыздың бәрін кітап жазсаңызшы. Сол ойыма келіп, мынау жүрегімнен нашарлап қалды, көзімде көрмей қалды. Сонда да белімді бекем буып, осы бар білгенімді жазып, кітапты бастадым. Құдайға шүкір, міне Русланның күйеу балам, Русланның арқасында әйтеуір соларды жинақтап, әйтеуір Құдайға шүкір шығардық сол кітапты. Менің балам осы 49 жасында өмірден өтті. Оның арманы көп еді. Сүндетжан, сен осы жеке концертіңді неге бермейсің? Дегенімді айтып еді, мама, мен беруге қалайын, одан кейін жеке концертімді беремін. Бірінші Шымкентке беремін, одан кейін туып өскен Жетісайға беремін деп жүрсек. Арманы орындалмады. Бірақ мынау еске алу кешіне жалғасты. Бұған да Құдайға шүкір, артында ұл-қыздар алтындай, ұл-қыздары өсіп келе жатыр. Жаңысындай адал жары, осы шаңырағын ұстап, бала-шағасын, қыздарын, балдарын бірдей қылып өсіріп отыр. Мен соларды көріп марқаямын, енді бәрі жыламаймын. Құдай жылатпасын, бірақ ананың бәрі жүрегі езіледі екен. Мынау Әлімжан бастаған, Назат балам бастаған, Жақып бастаған осы өнер ұжымдарының бастықтарына үлкен рахмет. Не деген қошемет, не деген қадір қасиет. Соны көріп тұрып, осы бұндай биіктерге екінің бірі жете алмайды. Бұл өнер деген Алладан келетін қасиет. Ол әр адам өнерлі болып, әнші болып тумайды. Құдай соған дарытқан адам ғана әнші болады. Ал әр адам барып министрді бола алады, әкім де бола алады, кейбірсін президент те бола алады. Ал әнші бола алмайды. Ол тек Құдайдан берілген, Алладан берілген сыйы. Мінекей баламның әкесінен дарыған өнері бар еді, бірақ әкесі ерте кетіп қалды, соны жалғастырды. Енді бұл балам Сүндетімнің ары қарай жалғастырушыны
Нұрислам мен Айсұлтан жалғастырып келеді. Бұған да Құдайға шүкір. Ешқандай ата талмай кетіп жатқандар да бар. Бұның жасына жеткен де бар, жетпеген де бар. Мінекей осыған мінекей жиен балам Бағдәулетімді жалғастырып келеді. Дауысы тура Сүндетім ұқсайды екен. Өткенде Абылайхан айтып еді, мен жалғастырып қалдым апа, Сүндетті қатты сағындым. Екеуміздің дуэтіміз өте жақсы жарасын деді. Мен ешкімнің дуэт айта алмаймын олай деп сөйтіп жүрді. Бір қарасам Бағдәулетпен келіседі екен менің дуэтім. Соны жетектеп жүрмейді. Оған да марқайып қалдым, оған да қуанып қалдым. Құдайға шүкір, артында бар екен, ісін жалғастырып жатыр екен, өнерін жалғастырып жатыр екен деп оған да қуанып қалдым. Мінекей сол кітап кеше шыққаннан бері шынында қасым айтпақшы маған көп демеу болды. Соны оқимын, жастығым басында жастанып жатамын. Мінекей оған да Құдайға шүкір. Енді не деймін? Рахмет мына ұжымына, менің отанымдағы, менің отбасымдағы тойларды, филармония бүкіл екі немерем заттың Сүндет татарға. Осы филармония ұжымы түптір құдаларымды қарсы алды. Осы 3-4 жыл өткіздік. Бір адамдай бәрін осы Сүндетімнің жақсылығы шығар, Сүндетімнің құрметі шығар. Әр тойымыз тойға аласып кетті. Концертке келіп құдаларымыз айтады, біз Сүндеттің тойына келсек, концертке келгендей боламыз деп. Құдайға шүкір болғанда. Аллаға мың шүкір. Қайтеміз енді, біреуді ерте алады, біреуді кеш алады. Осы уақытқа дейін көз жасым тыйылмады. Бірақ бұған да шүкіршілік қыламын. Бұған да жеткен де бар, жетпеген де бар екен. Осындай өмірді көре біле, өзіме жастай жесі қалдым ғой. Неге мен осынша қинадым деп Аллаға талай жыладым. Осынша мен сынадым, мен баламен сынағым өте қиын екен. Ешкімнің басына келмесін, берген адамдарға Құдай сабыр берсін. Аллаға шүкір. Енді бұл көзден кетсе, көңілден кетпесін. Ол бір жылға ғана еске алу болмасын. Әр 2-3 жылда сіздердің өтініштерін, 2-3 жылда осындай еске алу кешін өткізіп тұрыңдар. Әр осы Абылайхан телевизорға көп шығады ғой. Абылайхан телевизорға шықса, мен алдында отырам қолым біткенше. Абылайханның аузынан Сүндет деген бір сөз шығар ма екен деп. Енді іләжі болса әндеріме қосыңдар, сөздеріме қосыңдар, әңгімелеріме қосыңдар. Өйткені нарген же Астанаға концерт қойып барыпты. Мен өзім көрген жоқпын, сол Астанада тұратын қыздарым, таныстарым, туысқандарым айтып келді. Балабектің неге деген өлеңін айтып тұр. Осы неге деген өлеңді мен Сүндет ағамен қосылып айтушы едім. Енді Сүндет ағам өмірден кетті, жалғыз өзім орындап отырмын. Аға, мен неге тастап кеттім деп. Жылап тұрып айтты дейді. Соны естіген таныстарым, қыздарым жылап тұрып маған ұзатады. Рахмет Наргенше, айналайын, өмірің ұзақ болсын, бала шағам, қызым, көрсем. Мінекей осындай жақсылықтарын естіп, енді жыламайыншы, енді тек балдарына өмір тілейінші, солардың тілеуінде болайыншы дедім. Рахмет айналайын. Осы алтын уақыттарында Сүндеттің әруағын бағалап, бізді бағалап келгендеріне өте көп рахмет. Мына филармонияның ұжымы, мына саз мектебінің ұжымына өте көп рахмет. Өткендегі Сүндеттің жаңағы несіне, өлеңіне жүлде дайындап, әлімізі рахмет жағын саған. Сүндеттің өлеңдеріне жүлде дайындап, онан да жаңа Айсұлтан 2-ші орын алды, тағы 1-ші орын алды. Осындайларны көріп марқайып отырамын. Рахмет, айналайын, рахмет. Әрине, ана сабырыңыз апа, Сүндет ұлыңыздың ендігі нағыз өмір басталды деп айтсақ жарасатын шығар. Артында жөнделес, Құдайға шүкір шәкірттер бар, бауырлар, біздер бармыз. Ал енді мен құрметпенен Нұрсат Саттарұлына микрофон ұсынайын. Қайырлы кеш, құрметті университет қауым. Ең біріншіден сіздерге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осындай Сүндет ағамыздың еске алу кешіне келіп, үлкен қошемет көрсеткеніңізге. Апа, аман болыңыз, деніңізге саулық тілейміз. Осындай шәкірттер, Сүндет ағамыздың шәкірттері тұрғанда, жолдастары, достары тұрғанда, ол кісінің өнері ешқашан өлмейді. Құдай қаласа, осындай еске алу кешті біз жыл сайынғы үрдіске айналдырып, бағана айтқан 7 сайға да барып келеміз. Құдай қаласа, ең басты еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, қазақтың өнері, оның ішінде өзіміздің төл өнерімізді жасай берсін.
Ал енді осы мекеменің ұжымының атынан Нұрсат Саттарұлы арнайы Аяулы анамызға, Сүндет ағамыздың Құдай болсын қосағында жаңылсын жеңешемізге осы елдің атынан құрметпенен сый сияпат сұлтаны еттірген екен. Бәрекелді филармония әншілер ұжым атынан жеңешемізге де сый құрметімізді жасаймыз. Ал енді мынау бүгінгі кешіміздің ең үлкен құнды дүниесі ардақты ағайын Сүндет ағамызға арналған естелікке толы Дара тұлға кітабының арнайы тұсаукесерін осы елдің алдында тарту етіп сынайық. Құрметті көпшілік, мынау азды көпті жазған естеліктерім енді бір қиын кезеңде жаздым осы естелікті. Онша көңілімнен шықты ма шықпады ма, енді ары қарай кем-кетігі болса кешіресіз деп, осы Сүндетімнің жазғандарын, достарым жазғандарын, ағаларым жазғандарын оқып, мен алтын бала туған екен, алтын дауысты бала. Мен деген атамның атын шығарған, әкесінің атын шығарған балама өте ырзамын. Айналайын бұтақаным, жатқан жерің жан-жақта болсын. Айналайын, ол Құранды аузынан тастамайтын еді, жетісайға барғанша Құран оқып келетін еді. Мына Құранды жаттап алады, тез жаттайтын еді өзі. Осы Құран қабірімді нұрландырсын айналайын. Алдымнан жарылқасын, ештеңе қолынан басқа нәрсе келмейді жаным. Бақыл бол жаным. Ал енді бисмиллахиррахманиррахим. Қошемет білдіріп болсаңыздар, қадірлі ағайын. Бәрекелді құтты болсын, Дара тұлға. Бәрекелді. Жақсының аты ғалымды қатып өтмек дейді болатын болса, Сүндет ағамыздың басынан іздеріне мол мұра қылып тарту етіп естеліктер тарту еткен осы кітаптар үлесіп қосқан барша азаматтарға әрине алғыс білдіреміз, қадірлі ағайын. Рахмет. Қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, Сүндет ағамыз тірі болғанда, әрине арамызда болғанда, бұл күнде 50-ді еңсеріп, сол 50 жасын тойлап отырған болар еді. Бүгінгі дүбірлі ажарлы кешіміздің де ажарын келтіретін осы сахнада тұрып, талай елге өзінің талай әндерімен термелерін шырқады. Арғымақтай өтсе де ғұмыр ағып, бұл ежелден тірліктің сыры қанық. Адам мәңгі жалғайды үміттерді бір-бірінен көкпардай жұлып алды деп. Мен ортаға Сүндет ағамыздың өнерін жалғастырушы ұлы Нышанбай Сұлтан Мұхтар мен Сүндет ұлын ортаға құрметпен шақырған. Қазіргі таңда осы музыкалық колледжде өткен қазіргі Шымкенттегі саз колледжінің дәстүрлі ән бөлімінде тәлім білім алып жатқан ұлдарымыз шабыт шақырып, шапалақ ұрып қолдап қосады. Нұрбаевтың қалқар әнмен. Ишара алдымен барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздердің құрметтеріңізге Тұтбай атамыздың қалқанын қабыл алыңыздар.
Бәрекелді, атадан ұл туса иге, ата жолын қуса иге дейді. Әке жолын жалғаған тектінің тұяғы Сүндет ағамыздың ұлы, тағы да бір қошеметтеріңіз болсын ағайын. Талай сахналарда Сүндет ағамызбен бірге жүріп, киелі өнердің арқасында халықтың ықыласына бөленген Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, елімізге белгілі әнші Абылайхан Оспанов ағамыз, Сүндет ағамыздың жиені, әнші Ахатов Бағдәулетті құрмет қошеметпен қарсы алайық. Мына бүгінгі жиналған көрсетуге рахметім шексіз. Бүгін тек қана Сүндет еске алу үшін емес, жалпы концертке халық осылай жиналып тұрса, Нұрсұлтан Нұрбол әдемі біздің мәдениетіміздің жоғарылауына үлестеріңізді қосқан боларыңыздар. Бүгін енді Зиба апамызды жаңылсын келіншегін жұбату емес, жұбату үшін келіп отырмыз. Брavo сөз күлмекке жақсы. Сүндет марқұм тірісінде айтып беретін әбеке осы әңгімені айтып беріңізші, отырған жігіттерге қыздарға деп өз өртін жасап жүреді. Мен соны кішкене қысқаша айтып берейін. Концерттің деңгейін көтеру үшін деп ойлаймыздар, түсіңіздер. Сүндет екеуміз бір жылдары Ақтөбеге, ары Оренбургтан қайтқан Ақтөбеге, Ақтөбеден Құлсарға, Құлсардан Атырауға, Атыраудан Шымкентке ұшақ болды. Маршрутымыз солай болды. Сонымен Сарыағашта мен анам марқұммен әпкем екеуі демалып жатқан еді. Мен Москвада бір жарым екі сағат концерт беріп, өз домбырамен. Сүндет қосылса, нұр үстіне нұр болып, екеуміз бір концерт біз осы Сүндет анамыздың бір еңсесін көтеріп қайтайық, бірге барайық деп, Сарыағашқа бардық. Сарыағашқа барып, Сүндет өзі көпшіл жігіт, қай жерге бармаса ағайын туысқаны, нағашы шиелі, бөлесі табылып та тұрады. Содан Сүндеттің кісілігі жоқ, бірақ таңданып сөйлейтіні бар еді. Әбеке, мына жерде бір құдамыз бар еді, соған кіріп шығайын деді. Ой, сен құдамын тосылмайтын, барсам барып қайт, бір ана дискеттерін тастап кетші дедім. Дискеттер шашылып жүреді. Жаңағы сұңқар шашып еді, қарға басып еді дегендей, өзі шашылып, төгіліп, сондай кең дарқан жігіт еді. Содан дискеттерін алып қалдым. Соны әпкеме айттым, сізде бір картон қағаз бар ма? Сіздердің бір дискетіне рас екен түшкір бір. Соны чеколға істеп қойын дедім, мақұл әпкем бір картон қағаз берді. Қырқып, әдемелеп. Соны өстіп, жабылатын едім. Мен чехол істеп қойдым. Сүндет сыртында диско деген жазу шықты. Мынау бір фабричный болып шықты ғой, дискеттің сыртына міне саған чехол деп жеткен едім. Әбеке, Алла разы болсын, рахмет деп алып алды. Соны ертесіне тойға барды, тойға барсақ, қыздар ха-ха-ха деп күліпті. Сүндет ыңғайсызданып қалып, неғып күлесіңдер десе, жаңа мен де қарамаған, мен де білмеймін, Сүндет де білмейді. Жаңа коробка, менің коробкасы деймін, мен де әпкеммен сұрамаған екенмін. Ол бескрылышный коробкасы деймін. Содан Сүндет арқанса, арбалай берсін, өз Сүндет тастан десе, қимай әдемі істейді дегізінде. Өтке әкемістеген, соны Ақтөбеге гастрольге кетіп бақпен тойға заказға. Сүндет станциясы сайын түсет, мінет. Сүндет қармаш жүрма. Абылайханның қасында жүріп, бір қармаш өліп қала жаздаған ау деп жүрмеш. Қармашына айып, темекі шекін көріп, не берейін деп айтырмын. Ақша болса, ақшалай берейін деп. Бәрі табыстап оға кетіп баратырмыз. Жоқ әбеке жай дейді, айтпайды, жай дейді де қояды. Соны Ақтөбеге тойын сұрып Оренбургқа бардық. Оренбургта енді той орысша өтіп жатыр. Сосын жаңағы орыстарға, я единственный казах, который пропагандирует казахское искусство, фольклора, музыки города Москве. Я из Москвы приехал, мои други приехали из Шымкента, солнечного города. Я танцем шучадрымыз. Какая казахская свадьба без казахской добры, без казахской акары деп, жаңа екеуміз дуэт қосып айтып, әңгіміз айтып сөйттік. Содан бір орыс қызы кішкене сумкасына екен, сумкасында приз деп жазылыпты. Ойын жүргізді. Я сюда кладу ручку и достаю призы. Кто отгадает, тем гостям вручить этот приз защиты. Бірінші буква П деп біреу перо деді, пенал деді, нет. Сосын біреу пудра деді. Правильно, отгадали, это ваш приз деп берді. Екінші буква Р. Резина деді, рогатка, не деді, вы все равно не находите. Давайте я лучше подсказ сделаю, который меряет, рулетка деді. Правильно, отгадали, это ваш приз деді. Сүндет марқұм сәл оршыдан шоқ ақтау еді. Үшінші буква И. Кладу ручку и скажите, какой приз защитник? Да, это шапкот. Она может отырған Сүндет. Деп қолын көтерді.
жүрегіміз зырқ ете қалып сурет не деп жатыр. Да, молодой человек, я вас слушаю. Кевет сүндет. Где-то изолента где-то. Правильно отгадали, это ваш приз, молодой человек. Сонда мен ойланып отырмын, бір орыс біліп, мың орыс таба алмайтсам, қалай изолента кіріп? Сөйтсем, ана жол бойы пойыздан түсіп жүрген кезде ол изолента іздеген екен. Көптен іздегенде жерді таппай жүрсе, бүкіл Қазақстан таппай, Оренбургқа барып изолента тапты. Сонан түсінде айтып отырады, сол изолентаны жігіттерге айтып берсеңізші, мен изолента деп айтып жүрмін. Мына жаңағы кітаптың ішінде ол әңгіме жазылған, өте тамаша. Енді бір сүндет кіммен дуэт болмады? Көп жігіттермен, қыздармен, Наргеншімен де, жаңағы Әлімжанмен де дуэт болды. Бірақ енді асылып болмасын, бәрі сүндетпен екеуміздің дуэтімізде дуэт ол кем дегенде республикада сондай дуэт болды. Өйткені мен үнемі екінші дауыс алып жүрдім. Содан қазір енді мен дауысыма сәйкес келетін дуэт бар ма екен жоқ па екен деп жүрген кезде, осы бүгін жаңалық болсын сіздерге. Жаңағы айтып отқан Бағдәулет Ахатов туған жиені, дауысы да, түрі де бәрі сүндетке келеді. Біз сол сүндет екеуміз орында білген сөзі Рахым Аллаевтікі келді, Аллахым кем болғанымызды берісі. Неге дейді? Бағдәулет Ахатов. Мен тағы айта кетейін, көрерменде залда көптеген жақсы ұлағатты кісілер отыр, белгілі композитор жаңағы Құралай Сәтмахамбетов отыр, Алтынай, сені көргім келіп тұрады, аппақ гүлдер, мен айтып ауылға барам деген әндерін авторы Құралай Сәтмахамбетов отыр. Апай бір тұрып мынау қызыл аккордеон негізінде орыстың қызы қазақ әнші келін Татьяна Мартыненкодан алған. Сол Татьяна Мартыненко келіп отыр ортамызға. 3 тоғыз береді. Şamım gündemizin, sensiz günüm gündemizin. Nege kızgaldakay, aşarlanıp güldemizin. Nege kızgaldakay, aşarlanıp güldemizin. Özün yedim aybınında, sürmeşim kaygımda. Kirşüzüyüm kirşi kurbum, mahabatın aydınında. Kirşüzüyüm kirşi kurbum, mahabatın aydınında. Sensiz Abbas Kubatanım, sensiz kalay gül adamım. Yüreğimden kala olsun, жалғыз senin olamamın. Yüreğimden kala olsun, жалғыз senin olamamın. Түсіме де сендіресің, сүйемдесің, сендіресің. Неге сезімді жанбай жатып сөндіресің. Неге сезімді жанбай жатып сөндіресің. Неге келмейсің, сенсіз күнім түнде дейсің. Неге қызғалдақтай ажарланып гүлдемейсің. Неге қызғалдақтай ажарланып
Жұлдызым деген ән орда, өйткені ол да сүндеттің репертуарынан мен осы жұлдызымды жақсы көріп жүреді. Енді қазір осы Бағдәулеттің Алматы, Астаналарға бірге жиындарға, концерт, тойларға барып жүрміз, сол жұлдызымды қабыл алыңыздар. Құйылып көзімнен мұң, ерекше сезімменді, тұншыға қара мені, сен маған қара мені, жұлдызым, жүзіңнен күлгерген, арайлы кірпігіңнен, бір ұшқын шашып өтті. Aşık etti. Bir ışkın şaşıp etti. Süttün de aşık etti. Ruhsunun şaşağında, ayın bu basmanında, sırrımdı жанға ашпаған, сыйладың алғаш маған, жұлдызым, жүзіңнен күлгерген, арайлы кірпігіңнен, бір ұшқын шашып өтті, сөйттің де ғашық етті. Ешкімге оқылмаған, жүректе лапылдаған, махаббат қуат күші, сен ғана сияқтысың, жұлдызым, жүзіңнен күлгерген, арайлы кірпігіңнен, бір ұшқын шашып өтті. Ғашық етті. Bir ұшқын шашып өтті, сүйттің де ғашық етті. Bir ұшқын шашып өтті, süttün de aşık etti. Абылайхан Османов ағамыз, халық әні қиылып қасын, орындайтын Шәмші Қалдаяқов атындағы филармониясының әншісі, бірнеше байқаулардың лауреаты Алмас Мұзаппаров. Aydan
түркістан өңірін қазіргі таңда жеке дара мектеп етіп қалыптастыру жолында көптеген еңбектер атқарылып келеді. Бірнеше халық әндері жинақталып, нотаға түсіріліп, жинақ болып шықты. Сол жинаққа енген халық әні, оңтүстіктің әні, Ақау жар орындайды республикалық ән байқауларының жүлдегері Бақытжан Шынболат. Ата-ананың қадірі, сөзі Бекмұрат Анарбай, мақамы ұстаз Жақып Спатаевтікі, орындайтын әнші термеші Руслан Ақымбеков. Anandın katı maydal tabanını, kalandın kalamadın
қазанның татымайдан табанын жамағат жақсы білер жұма барған өмірде артық жан жоқ болананнан анаңды сыйла деген пайғамбардай қолыма қасиет Құран алған терде төбеңізге көтеріп жүр шуақ боп шапағаты шығар алдан жатыр ғой күні біткен күнде деді құтылмас ешкім қашып су ажалдан сан соғып қалмағайсың асылдардың басынан көшкен шақта мына жалған орны бой сұраған тола қоймас жеті күн жер бауырлар жылағаннан орны бой сұраған тола қоймас жеті күн жер бауырлар жылағаннан өсиет айтам жайсаң жамағаттай керегін алар әркім саралапта қараусыз қалдырып жүр ата-анасын кейбірін жеткеннен соң балағатқа күнәсін құдай қолын кешірмеген қалған соң надан дейтін жаманатқа әлпештеп жүргендер бар ата-анасын қайтейін қарашендау қаралапқа солардың барлығына тәубе деймін бақыттың басы дайым қанағатта ағайын ата-ананы ардақтайын сай болып адам дейтін саналаттай ағайын ата-ананы ардақтайын сай болып адам дейтін саналаттай бәрекелді оңтүстіктің халық жаны ғашық жар орындайтын бірнеше байқаулардың лауреаты Оразәлі Жаңабай.
Жәнібек Дәрменовтің әні «Ағалар» орындайтын республиканың ән байқауларының жеңімпазы Еркебұлан Құрасбек. Серікбаевтың термесі Ақсұңқар жасарып қиянға, мақамы кеңес Әшірбаевтікі. Орындайтын бірнеше ән байқаулардың лауреаты, ұстаз Ербол Қамырзаев.
шыққан бір төбең алқынып оқшауланбай қалқыңнан теңізде қалған тартылып көгермессің ашарғай қол бергендей арғынып қайратың атақ әпермес ел мұңынан артылып қайратың атақ әпермес ел мұңынан артылып адамзаттың сорлы сай азғынды баққаймасығыр тексіздіктің белгісі бастағаймен жасырын қаза сараң алтындай құшақтап жатып ашыған ниетай бұзығынан не қарақшау жиып асырын барым талап елішін берекесін қашырып барым талап елішін берекесін қашырып Икей шықсаң өзіңе көрер болсын ете алып ике шықсаң көзіңе алып ике шықсаң көзіңе көрер болсын ете қарасын тұтсын өзіңдай тілеулес жандар кешегем сүрінген жаннан түңілмей аянбай саған елдене еңкейгендей тұқыртып көтерместеу еңсені қолдауын естен шығарсаң қорлайды алар еңсені саған аян өмірдің әркімге баян өлшемі саған аян өмірдің әркімге аян өлшемі ал саған аян өмірдің ақын әркімге аян өлшемі Молдағайдың ән Молдағай, орындайтын дәстүрлі ән байқауларының жеңімпазы Тұрар Әлмеров.
Алақсай берсін қазақтың дәстүрлі ән өнері. Біз әлемді таңғалдырсақ, өзіміздің төл тума өнерімізбен, дәстүрлі ән терме күйлерімізбен таңғалдырамыз. Енді ардақты ән сүйер қауым, құрметті көрермен, осы орайда Сүндет ағамыздың сүйіп орындайтын әніне кезек берейік. Ақан серінің ләйлім әні. Орындайтындар Шымкент Саз колледжі дәстүрлі ән бөлімінің студенттері Абылайұлы Нұртуған, Нышанбай Сұлтан Мұхаммед, Тоқмұрза Мұхаммеджан, Арыспай Мұқасан ұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Өнерде де өзіндік қара ізін қалдырған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Бірәлиев Сүндет Нышанбайұлына арналған дәстүр сандағатты рухани кешіміз өз мәресіне жетті. Уақыт бөліп келгендеріңізге мың алғыс. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше қош жол болыңыздар.